Сәлем достар, бүгін сіздермен зебра пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Құрамы өте қарапайым, жұмсақ, дәмі тіл ерер. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге қажетті жұмыртқа, қант, сұйық май, сүт, ұн, қопсытқыш және какао. Ыдысымызға жұмыртқаны және қантымызды салып, жақсылап ақ көбік болғанша миксерлеп аламыз. Кейін біртіндеп сұйық майымызды құямыз. Сосын сүтімізді құямыз. Дайын тұрған илеуіштегі ұнға қопсытқышымызды қосып жақсылап араластырып, біртіндеп осылай қосып миксерлейміз. Кейін дайын болған массаны екі бөлікке бөліп, біріне 2 қасық какао, екіншісіне 2 қасық ұнды салып, жақсылап араластырып, диаметрі 22 см болатын ыдысымызға кезек-кезек осылай құйып алып, шаншқының көмегімен әдемілеп узор жасаймыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 35 минуттай пісіріп аламыз. Міне дайын болған пирогымыз өте дәмді. Сіздермен болған салтанат. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.